Қырда осылай таң атпай тұрып аламыз, күн шықпай тұрып. Атока құттайдан кейін қайнап кетеді. Ауылға үй салғанмен қоймай, қырға да жағаласып салып жатырық қой. Енді сұрақ жігіттер, қараңыздаршы. Мына қызыл тасып тұрған жер пеш болу керек. Мына жерден ортада переворотқа келеді де осы жерден бітеді. Мына жерде есік болады, кусок тас қалайын ба, қалай болады? Былай үстінен балк түсу керек қой. Асты пеш, балкынды қалай лақтырамын? Былай ағаш лақтырайын десем, арасы ұзын, балкым майысып кете ма деп қорқам. Әзірше осылай салып жатырмын. Қалап тастадым, білмеймін, сыртын айналдырып, оң қатарын қалап тастадым. Қалған кейін көремін, енді ойластырамын. Сіздер арнаға тіркеліп, осыған қалай істеуге болады, бір идея бар ма, айтып кетіңіздерші, пікірге комментарийға жазып кетіңіздер. Мынау сырттан кіргеннен кейін үйге кіретін жер, осылай кіреміз. Бұрын мына жер былай еді, енді соны тіке қылып жіберсем қалай болады деп ойлайсыздар. Сосын мына екі ортасы пеш болады. Сонда жатын бөлмеге былай кіреміз, мына жағымыз зал болып қалады, осы жерде пеш тұрады да, былай залға кіретін болып қаламыз ұзына бойына. Ана жер ана жерден бөлінеді, мына жақ полный зал болады сонда. Осылай істеп жүрсек бола ма? Құрылысқа қатысты пайдалы ақпараттар осы арнамда. Достар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.